Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Бұл 2-ші тоқсанның БЖБ жұмысының бірінші нұсқасын талдайтын боламыз. Бірінші тапсырмада бөлшектерді ортақ бөлімге келтіріңіз дейді. Яғни бөлшектерді ортақ бөлімге келтіріңіз дегеніміз бөлімдерін бірдей санға келтіреміз. 11-ден 5 және 33-тен 2 дейді. Осы 11 мен 33-ке ортақ бөлімді табамыз. Екеуіне де көріп тұрғандай ортақ бөлімі 33 болады. Мұнда толықтауыш көбейткішін 3 деп жазамыз, мұнда 1 деп жазып қоямыз. Бұдан бізде не шығады? 33 бірінші бөлшекте алымында бөлімінде 3-ке көбейтеміз. Бөлімін 11-ді 3-ке көбейтсек 33, 5-ті 3-ке көбейтсек 15, 33-тен 15 және 33-тен 1-ге көбейтсек кез келген сан сол санның өзі шығады, яғни 33-тен 2 болып қала береді. Бұсы 7-ден 2 және деген сөзді жазып атқан жоқпын, 9-дан 5 дейді. Осы екеуін ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бұл жерде 7-дің де 9-ның да ортақ бөлгіштері жоқ, сондықтан екеуін көбейтіндісі болады. Мұнда толықтауыш көбейткіші 9 болады, мұнда 7 болады. Так, 7-ні 9-ға көбейтсек 63, 2-ні 9-ға көбейтсек 18, 63-тен 18 бірінші бөлшегіміз, екінші бөлшегіміз 9-ды 7-ге көбейтетін болсақ 63, 7-ні 5-ге көбейтетін болсақ 35. В нұсқасын қарайық. 8-ден 3 пен 12-ден 7-ге ортақ бөлімі дегеніміз ортақ бөлгіштерін табамыз. Сөйтіп есептеп келгенде екеуінен байқайтында 8 пен 12-ге ортақ бөлімі 24 болады. Мұнда 3 болады толықтауыш көбейткіші, ал мұнда 2 болады. Сонда біздің бөлшектеріміз қалай өзгереді? Бірінші бөлшекке 3-ті көбейтеміз, ал мұнда бөлімінде сонда 24-тен 9 болады, ал екінші бөлшегіміз 24-тен 14. Яғни біз ортақ бөлімге келтірдік. Яғни ортақ бөлімге келтіру деген бірдей бөлімге келтіру. Екінші тапсырма кему ретімен жазыңыз дейді. Бізде әртүрлі бөлшектер берілген. Кему ретімен жазылу білу үшін бәрін бірдей бөлімге келтіреміз. Және де мына аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдыру керек болады. Алдымен бүйтіп жазып алайық. Берілген 6-тан 5, 3-тен 1, 5-тен 3, 3-тен 5, және мына 1,6-тан 1-ді бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Яғни 6-ны 1-ге көбейтіп, оған 1-ді қосамыз, яғни ол 6-тан 7 болады. 2,5-тен 2 деген аралас санды, мына соңғы бөлшек аралас бір санды айтып жатырмын. Оны да бұрыс бөлшекке айналдырып жазатын болсақ, 5-ді 2-ге көбейтіп 5-ті қосамыз, ол 15 болады. Енді 6, 3, 5 деген сандар қайталанып тұр, соларға ортақ бөлімін тауып аламыз. Ортақ бөлімі бізде бұл жерде 30 болады. Ортақ бөлімі әрбіреуінің толықтауыш көбейткішін табамыз. Енді 30-ды 6-ға бөлетін болсақ, ол 5 болады. 30-ды 3-ке бөлетін болсақ, 10 болады. 30-ды 5-ке бөлсек 6 болады. 30-ды 3-ке бөлсек 10 болады. 30-ды 6-ға бөлсек 5. 30-ды 5-ке бөлсек 6. Үстіп жазып аламыз да, енді барлығын осы толықтауыш көбейткіштерге көбейтіп жазамыз. 30-дан 25 болады. 30-дан 10 болады. 30-дан 18 болады. Мұнда 30-дан 50 болады. Мұнда 30-дан 35 болады. Ал соңғысында 30-дан 60, 6-5-ін 30-дан 90 болады екен. Енді бізге кему ретімен жазыңыз дейді. Ең үлкенінен бастап жазамыз. Ол дегеніміз ең соңғы тұрған 30-дан 90, астына бірден жазып кетейін. 30-дан 90 деп тұрған ең соңғы ол бізде 2,5-тен 5. Одан кейінгі үлкен санымыз 30-дан 50. Ол 30-дан 50 деген қай сан? Ол бізде қай бөлшек деген? 3-тен 5. Әрі қарай 30-дан 35. 30-дан 35 дегеніміз ол бізде бастапқыда берілген 1,6-тан 1. Одан кейін 30-дан 25. Ол бізде ең бірінші бөлшегіміз, яғни 6-тан 5. Және 30-дан 18 кейінгі бөлшегіміз. 30-дан 18 деп тұрғанымыз ол 5-тен 3 бастапқы не бойынша, бөлшек бойынша. Және ең соңғысы 30-дан 10 деп тұр. Ол бізде екінші бөлшегіміз, яғни 3-тен 1. Яғни біз бастапқы берілген бөлшегімізді кему ретімен осылайша жаздық. Ары қарай үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада амалдарды орындау керек, яғни қосу азайту амалдарын орындаймыз.
бірінші А есебін қарайық. Нұсқасын 15-тен 8-ге қосамыз 15-тен 3-ті. Бұл жерде бөлімдері бірдей болғандықтан бірден қоса беруге болады. Бөлімін бірдей қылып жазып аламыз да, алымдарын қосамыз, 8-ге 3-ті қосамыз. Яғни бізде 15-тен 11 шығады екен. Қасында азайту отыр. Осы А нұсқасын 28-ден 13, азайтылған 28-ден 5. Бөлімдері бірдей болса, оңай шығарылады. Тек бөлімін білет жазамыз да, алымдарын қосу болса қосып, азайту болса азайтып қоямыз. Яғни 13-тен 5-ті азайтамыз 8, 28. Бұл жерде қысқарады екен, 8-де 28-де бірдей санға бөлінеді. Яғни екеуі де 4-ке бөлінеді. Мұнда 4-ке бөлсек 2 болады, мұнда 4-ке бөлсек 7, яғни 7-тен 2 шығады екен. Әрі қарай бұл нұсқасын қарастырайық. Бұл нұсқасында 27-тен 12-ге қосамыз 21-ден 14. Бұл жерде өзімізге оңай болу үшін қысқартып аламыз. 27-де 12-де ортақ бөлгіштері бар. Яғни екеуі де 3-ге бөлінеді. Мұнда 4 болады, ал мұнда 27-ні 3-ге бөлсек 9 болады. Және 21-де 14-де ортақ бөлгіші бар. Екеуі де 7-ге бөлінеді. Мынау 2 болады, мынау 3 болады. Сонда 9-дан 4 қосылған 3-тен 2 болады. Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, ортақ бөлімі 9. Мұнда 1 деп жазамыз, мұнда 3 деп жазып қоямыз. Яғни бізде шығады 9-дан 4-ті 1-ге көбейтсек ол 4, қосылған 2-ні 3-ге көбейтеміз, ол бізде 6. Яғни 9-дан 10 шығады екен. Бұл бізде бұрыс бөлшек, сондықтан оны аралас сан түрінде жазатын болсақ, 1,9-дан 1 болады. Әрі қарай бұның енді бөлшектерді азайту түрі. 24-тен 14-тен азайтамыз 40-тан 15-ті. Бұл жерде де қысқартулар орындап аламыз. 24-те 12-де 2-ге бөлінеді. Бұл жерде алымында 7 болады, мұнда 12 болады. Бөлімінде алымында бөлімінде 5-ке бөлінеді. Мұнда 8 болады, мұнда 3 болады. Яғни бізде 12-ден 7-ден азайтамыз 8-ден 3-ті. Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 12 мен 8-ге екеуіне де 24 болады. Мұнда толықтауыш көбейткіш 2 болады, мұнда 3 болады. Әрі қарай 24 деп жазамыз. Яғни ортақ бөлімі 24 дедік, 7-ні 2-ге көбейтсек 14, азайтамыз 3-ті 3-ге көбейтеміз 9. Яғни 24-тен 5 болады. Әрі қарай В нұсқасы. В нұсқасында аралас сан мен аралас сан берілген. 2,11-ден 3-ге қосамыз 3,6-дан 1-ді. Бұл жерде ортақ бөлімге келтіріп аламыз. Ортақ бөлімі 11 мен 6-ға 66 болады. Мұнда 6 деп жазамыз, мұнда 11 деп жазамыз. Яғни біздегі бөлшегіміз былай өзгереді. 2 бүтінге ешқандай әсер етпейді. Тек бөлшегінен ғана толықтауыш көбейткішіне көбейтіп қоямыз. 2,66-дан 18 қосылған 3,66-дан 11 болады. Енді мына жерде бүтініне бүтінін қосасыңдар. 2-ге 3-ті қосатын болсақ 5, ортақ бөлімі 66, оны бірлет жазып қоямыз. Және мына алымдарын қосамыз. 18-ге, яғни 11-ді қосамыз. Тең болады, әлі шықпады есебіміз. 5,66-дан 29 шығады екен. Бұл бөлшектер ары қарай қысқармайды, яғни 29 дегеніміз ол жай сан, тек өзіне ғана бөлінеді. 66 ол 29-ға бөлінбейді, сондықтан осы күйінде қалады. Ары қарай осының азайту, аралас сандарды азайту 4,5-тен 1, азайтылған 1,15-тен 1. Бұл жерде де ортақ бөлімге келтіріп аламыз, толықтауыш көбейткіштерін табамыз 3 деп, мұнда 1 болып қала береді. Яғни өзгертіп жазатын болсақ, 4,15-тен 3-тен азайтамыз 1,15-тен 1-ді сол күйінде қалады екен. Енді мына бүтіннен бүтінді азайтасыздар, 4-тен 1-ді азайтамыз, ол 3. Ортақ бөлімі 15-ті жазамыз, алымында 3-тен 1-ді азайтамыз. Яғни 3,15-тен 2 болады екен. Бұл жерде бөлшектер қысқармайды, сондықтан осы күйінде қалады. Осымен 3-ші есебіміз бітті, 4-ші есепке көшеміз. 4-ші есепте қоспаның 9-дан 5-і алтын. Мына жерде шартын жазу керек болады. Енді алтын 9-дан 5-і, мырыш 4-тен 1-і, қалған бөлігі қалай дейді. Қоспаның қандай бөлігі қалай екен табу керек.
бізде қалай белгісіз. Жалпы қоспаның өзін бастапқыда бір деп қарастырамыз. Бір зат деп қарастырғандықтан, соның 9-дан 5-і алтын дегенде, бірінші амал дейікші. 1-ден 9-дан 5-ті азайтып тастаймыз. 1 дегеніміз ол жай бөлшек түрінде жазатын болсақ, ол 9-дан 9. 9-дан 9-дан 5-ті азайтамыз, ол 9-дан 4 болады. Екінші амал, яғни 9-дан 5-ні азайтып тастағанда 9-дан 4-і қалды қоспаның. Сол 9-дан 4-тің 4-тен бірі мырыш алып тастаймыз. Ортақ бөлімге келтіреміз. Екеуінің ортақ бөлімі бізде 36 болады. 36 болғандықтан мында 4 дейміз, мында 9 дейміз. Сонда 36-тан 16 азайтылған, алымында 9. Сонда 36-тан 7 болады екен. Қалған бөлігі қалай дейді. Яғни бізде мырышты бірінші алтынды алып тастадық, және мырышты алып тастадық. Енді қалғаны бізде осы 36-тан 7 қалай болады. Қандай бөлігі дегеніміз, яғни 36-тан 7 бөлігі бізде сол қалай болып тұр. Жауабы 36-тан 7 деп жазамыз. Назарларыңызға рахмет. Бұл бірінші нұсқауы, екінші нұсқауы келесі видеоларда болады. Каналға тіркеліп, лайк қойып, достарыңызға жіберіп отырыңыздар. Сау болыңыздар.